Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді осындай жұмсақ пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы сүт қажет болады. Кейін осының үстінен қантымызды қосамыз. Және де ашытқымызды қосамыз. Одан кейін тұзымызды саламыз дәміне қарай. Және де бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Бұл жерде қоспалардың барлығы жылы бөлме температурасында болғаны дұрыс. Ол біздің тестамыздың жақсы көтерілуіне әсер етеді. Және де бір жұмыртқамызды қосамыз. Кейін жақсылап араластырып алып, міндетті түрде електен өткізе отырып, ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырды алып, бетін жауып, көтерілуге қойып қоямыз. Одан кейін салмасына кез келген өздеріңіз ұнайтын үйдегі бар затпен жасасаңыздар да болады. Мен бұл жерде жаңағы шұжық, сыр және де помидор қолдандым. Соусына пиццаға арналған арнайы соус болса, соны пайдалансаңыздар да болады. Немесе мен сияқты осылай майонез бен кетчупты араластырып жасасаңыздар да болады. Біздің нанымыз көтерілді. Оны алып бірнеше бөліктерге бөлесіздер. Негізінде 70-80 граммнан өлшеп алсаңыздар да болады. Немесе барлығын көз мөлшерімен жасай бересіздер. Осылай барлығын бөліп, күлшелеп аламыз. Одан кейін бетін жауып, 15-20 минутқа көтерілгенше қоямыз. Кейін противенге орналастырасыздар. Осылай азғантай ғана шұңқыр жасайсыздар. Духовканы осы кезде 180 градусқа алдын ала қыздырып қойыңыздар. Одан кейін соусын жағамыз. Және де ортасына салмасын салып шығасыздар. Өте дәмді, тойымды болып шығады. 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аласыздар. Кейін осылай шетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығасыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ болып шығады.